Мадуроны Қытай сатқан болуы мүмкін, немесе Қытайдың Huawei телефоны сатқан болуы мүмкін. Америка Мадуроның басына 50 миллион доллар тіккен. Мадуро тұтқындалатыннан 10 сағат бұрын Қытайдың делегатымен кезіккен және Ши Цзиньпинге арнайы сәлем айтқан. Мадуро Америкадан қорыққанынан не iPhone, не Samsung ұстамайды екен. Ол тек Қытайдың арнайы жасаған Huawei телефонын пайдаланады екен. Ал Американың CIA кезінде Қытай коммунистеріне арнап 2 видео жариялаған. Онда Қытайдың жоғары лауазымды коммунистеріне Америкаға берілуге, коммунизмнен бас тартуға үндеген болатын. Мадуроның ең соңғы кезіккен адамдары Қытай болғанына байланысты және оның ұстағаны Қытайдың Huawei телефоны болғанына байланысты қазір шетелдерде Мадуроны Қытай сатқан болуы мүмкін не Huawei телефонын Американың арнайы мамандары бұзып, оның қайда екенін анықтап қойған болуы мүмкін дейді. Қытайдың саясаткерлері, егер Америка Венесуэлаға тиісетін болса, онда Орыс-Украин соғысы, немесе Ирақ соғысы, не Вьетнам соғысы сияқты болады деп мың жерінен айтқаныменен, бәрібір Америка Венесуэланы жарты сағаттың ішінде орнына қойды. Мадуро Ши Цзиньпинді туған ағамдай көрем деген сөзді айтыпты екен. Туған ағасының өзі Мадуроны құтқара алған жоқ. Ал Путиннің өзі Мадуроның тұтқындалуына байланысты ине жұтқан ит құсап ішінен ғана тынып отыр. Трамптың Мадуроны тұтқындауы Ши Цзиньпин мен Путинге берілген ең қатаң соққы болды. Трампты Путиннің адамы деп бал ашатын әулиелер енді Трамптың қандай адам екендігін түсінген болар. Енді кейбіреулер Венесуэла операциясы Путин мен Трамптың өзара алдын ала келіскені деп Путинді ақтап жақтап жатыр екен. Бұл баяғы Путинді құдай көретін құлдық санағаны. Ресейдің де, Қытайдың де бір аяғы көрде, бір аяғы жерде. Олар халықаралық геосаясатта ешқандай ықпалды ойыншы емес. Ендігі кезекте Солтүстік Корей, Қытай, Иран, Беларусь, Қазақстан. Биліктен қорлық көрген барлық қазақ бізбен хабарлассын. Қазақстан билігінің зұлымдығын, орысқұл, қытайқұл, қыңыр, қисық саясатын Америкаға жеткізейік. Американың назарын Қазақстанға аударсақ, Мадуроның тағдырын Назарбаев пен Тоқаев қайталауы мүмкін. Ол үшін тынбай күресу керекпіз. Ата жұрт, қазақтың соңғы үміті. Қолдаңыздар.